Қазақстан премьер-министрінің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді отандық дипломатиялық қызметінің 30 жылдық мерейтойына орай Алматы қаласында өткен салтанатты жиналыста сөз сөйледі. Министр дипломатиялық қызметінің ардагерлері мен еңбек сіңірген қайраткерлерінің мерейтойлық медальдармен марапаттады. Мен шын жүрегімнен сыртқы істер Қазақстан Республикамыздың сыртқы істер министрлігінің ардагерлері, дипломаттарын, қызметкерлерінің бәрін бүгінгі міне 30 жылдық мерекелі күнімен құттықтаймын. 30 жыл деген ұзақты уақыт, қысқады уақыт деп айтуға болады. Бірақ осы мерзімнің ішінде біздің дипломаттар өте үлкен жұмыс істеді. Біздің министрліктегі ең бірінші, ең алғашқы дипломаттардың ардагерлері міне бүгін жиналып, бәріміз сол бастаған күндерімізді еске алып, бәріміз бір-бірімізді құттықтап жатырмыз. Өйткені үлкен табыспен келдік, үлкен жетістікпен келдік. Екі жақтық ынтымақтастықты шетелдік мемлекеттердің бәрімен үйлестіріп, дамытып келе жатырмыз. Көп жақтықты да қарым-қатынастарды дамытып, біріккен ұлттар ұйымының ішінде, басқа да халықаралық ұйымдардың ішінде Қазақстан өзінің деңгейіндегі мүшелігін көрсетіп жатыр. Армысыздар, құрметті әріптестер. Башаңызды ұлыстың осындай мерекемен, ұлы мерекемен, дипломатиялық қызметіне 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Міне біздің жас дипломаттарға мен тек қана табыс тілеп, зор денсаулық, бақыт, кейін әрбір отбасында бақыт пен Алланың нұры жаусын. Аман сау болыңдар. Бүгін екінші шілде қазақ дипломатиясының күні, жай күні ғана емес, 30 жылдық мерейтойы. Өте маңызды сала, мемлекеттің тағдыры, мемлекеттің қауіпсіздігі мен болашағы үшін. Сондықтан осы салада істеп жүрген барлық әріптестерді, аға буын өкілдерін, барлық достарды шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің өркендеуі, халқымыздың мүддесі тұрғысынан жасап жатқан ерен еңбектеріңіз әрқашан биіктерден көріне берсін. Дендеріңіз сау болсын, мерекелеріңіз құтты болсын.